Так, кетіп жалғастырайық. Ядролық физиканы алдында соңғы рет масса ақауын қарастырған болатынбыз. Бүгін уже ядроның байланыс энергиясынан бастаймыз. Енді ядроның байланыс энергиясы дегеніміз не? Ол дегеніміз бізде дельта М-ның С квадратқа көбейтіңіз. Немесе кейбір источниктарда бізде дельта үлкен М көбейтілген 931-де 5 мегаэлектрон вольт деп беріледі. Енді разницасы неде? Соны жауап берейікші. Түсіндіріп өтейін разницасын. Мына жағдай бізде қолданылады, егерде масса килограммен жүретін болса. Килограммен жүретін болса ғана оған С квадрат көбейтіледі. Ал мына жақта неге 931-де 5 мегаэлектрон вольт көбейтіліп тұр? Себебі дельта М дегеніміз бұл жерде уже бізде масса емес, ол бірлік атомдық масса, яғни МАБ мен жүреді. Түсінікті ғой, иә? Разницасы осыда, мына килограммен жүретін болса, бұл жақтағы масса бізде МАБ мен жүреді. Міне осындай жағдай қолданылады екен. Енді мына жақтағы М, мына жақтағы дельта М дегеніміз не? Оның формуласын біз алдыңғы сабақта айттық, иә, масса ақауында. Алдыңғы сабақпен видео тасқында көрсеткен едім, міне. Масса ақауының формуласы ол бізде мына вариант, иә, міне. Алдыңғы нұсқатауда көрсеткен, міне мынау. Осыған енді С квадрат немесе 931-де 5 мегаэлектрон вольт көбейтіледі. Енді А нұсқасы келмейді, Б нұсқасы келмейді, С нұсқасы міне келіп тұр. Иә? Міне мынау N минус А С квадрат. Мына жақта бізде демек килограммен жүр деген сөзі. И Д нұсқасы келеді, бірақ бұл жерде уже бізде МАБ мен жүреді деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Е келмейді, F келмейді, Д келмейді, және де H келеді бізде. H вариант тоже дұрыс. Неге? Дельта М-ге 931-де 5 мегаэлектрон келіп тұр. Сонда варианттар бізде С, Д, H деп жауап береді екенбіз. Осы разницаны біліп жүру керек, килограммен МАБ мен деген сияқты, яғни бірлік атомдық масса. Бір дестен практика жүзінде көрсетейін, қалай есеп шығарады болған. Так, бор изотопы берілген, ядросының байланыс энергиясын табу керек. Байланыс энергиясын табу үшін біз не дедік жаңа бірінші очередте? Бізге дельта М керек, е? Сол дельта М-ді біз соңында 931-де 5 мегаэлектрон вольтқа көбейтеміз. Неге? Өйткені мен жаңа айтып өттім, бұл жақта бірлік атомдық массамен жүр. Сондықтан біз формуланы қалай қолданамыз? Е байланыс, ол бізде дельта М көбейтілген С квадрат деп айтады екенбіз. Түсінікті ғой, иә? Енді бұл есеп демек біз қалай шығарамыз? Е байланыс дегеніміз не ол бізде? Дельта М дегеніміз бұл жерде бізде ол Z М протон плюс N, иә? М нейтрон и минус М ядро. Потом оны көбейтеміз неге? 931-де 5 мега электровольтқа көбейтеді екенбіз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді орындарына қалай қоямыз? Алдыңғы сабақта айтып отқандай, мына B11-де 5 дегеніміз, бұл жерде бізде Z дегеніміз протондар саны 5, ал N-ді табу үшін біз всегда үстіндегісінен астындағысын азайтамыз. Сонда ол бізде 6-ға тең болады деген сөз екен. Осы мәндерді орындарына қойып шықсаңыздар, мына есептің жауабы шығады. Яғни 5-ті көбейтеміз жаңағыдай. Мына 1 0 0 728 плюс N дегеніміз бізде жаңағыдай 6, я. Соны көбейтеміз 1 0 0 866-ға деген сияқты. И потом одан азайтамыз 11-де 0 0 931. И потом соны көбейте салады екенбіз, сосын 931-де 5 мега электрон вольтқа. Дәл осылай шығаратын болсаңыздар, мына есептің жауабы дұрыс шығады. Өздеріңіз есептеп көріңіздер, өйткені қазір бұны есептеп отырсақ, уақыт көп кетіп қалатын сияқты. Так, варианты қай нұсқа шығады, соны айтып кете салайын, е? Қазір вариантын көресек, 67-ші есеп бұл бізде. Так, 67-ші есепте А нұсқасы дейді. Осы есептеп шыққан кезде А нұсқасы шығу керек. Не түрде есептеңіздер? Тоқтатып қойып видеоны. Ары қарай. Темір ядросындағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы. Енді мына кішкене қиындау. Неге? Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не? Жаңа біз просто байланыс энергиясын өттік қой. Енді бұл меншікті байланыс энергиясы екен. Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не ол? Ол дегеніміз байланыс энергиясын нуклондар санына немесе массалық санға бөлеміз деген сөз. Түсінікті ма? Бұл есеп демек қалай шығарады? Мен жаңа айтып өттім, е? ЕМБ дейміз, яғни меншікті байланыс энергиясы. ЕБ бөлінген А дедік. А что такое бізде ЕБ? Мен жаңа айттым, ол байланыс энергиясы, да? Байланыс энергиясы дегеніміз Z көбейтілген М протон плюс көбейтілген N көбейтілген М нейтрон, е? Потом минус М ядро көбейтілген 931-де 5. Неге 931-де 5-ке көбейтіп отырмын тағы да? Себебі бұл жақта бірлік атомдық массамен берілген. Сол үшін килограммен берілетін болса, мыналар массалар мен С квадратқа, жарық жылдамдығының квадратына көбейтемін. Соны ұмытпау керек ережені. И бөлемін А-ға. Түсінікті ма? Міне. Енді осыны түсіндіріп өтейін. Бұл жақтағы А дегеніміз не деген сияқты. Бірінші аламыз мына элементті феррум, яғни темір бұл бізде.
56-та 26 дейді да, мысалы, допустим. Z дегеніміз не ол бізде? Ол протондар саны 26. Ал осы А дегеніміз не бұл? Нуклондар саны, ол 56-ға тең. Түсінікті ғой, иә? Ал нейтрон табу үшін біз не істейміз? Осы А-дан Z-ті азайтамыз. Яғни 56-дан 26-ны азайтамыз, ол 30-ға тең болады. Түсінікті ма? Сонда мен бізде нейтронымызды тауып қойдық, Z-іміз де бар, А-мыз да бар. Осының бәрін орындарына қоятын болсақ, бізде жауап шығады екен. Түсінікті ғой, иә? Міндетті түрде орнына қойып жауапты жазып, комментарийға 75-ші есептің вариантын жазып жіберсеңіздер, кері байланыс ретінде. Міндетті түрде каналға жазыламыз, тіркелеміз, комментарий жазамыз. Кеттік. Радиоактивті ыдырау заңын ашқан ғалымдар дейді. Так. Резерфорд пен Содди. Вариант бізде Д нұсқасы. Түсінікті деп ойлаймын. Резерфорд пен Содди бізде, яғни радиоактивті ыдырау заңын ашқан екен. Шатастырмау керек, радиоактивті ыдырау заңын ашқан, ол бізде Резерфорд пен Содди. Көп қой енді ол. Жасанды радиоактивтілік бар, иә? Деген сияқты. Жайға радиоактивтің ыдырау заңын ашқан, ол бізде Резерфорд пен Содди деп жаттаймыз. Енді радиоактивті ядро санының жартысы ыдырайтын уақытты біз жартылай ыдырау период деп атайды екенбіз. Яғни жартылай ыдырау период дегеніміз не? Басында 100 атомдар саны болатын болса, 50 болып қалды ғой. Соны біз жартылай ыдырау период деп атайды екенбіз. Кеттік. Радиоактивті заттың уақыт бірлігі ішінде ыдырайтын ядро санымен анықталатын шамамыз қандай дейді? Өте әдемі. Ол бізде қараңыздар, радиоактивті заттың уақыт бірлігі ішінде ыдырайтын ядроар санымен анықталатын шама, ол бізде белсенділік дейді кейбір жерде, немесе активтілік деп аталады. Активтілік, яғни А, міне. Так, өлшем бірлігі міне. Жауап бізде АЕH болады. Так, радиоактивті заттың уақыт бірлігі ішінде ыдырайтын ядро саны, яғни мынанша уақыттың ішінде қаншасы ыдырайтындығын анықтайтын шамамыз активті деп атаймыз. А дегеніміз яғни ДН бөлінген ДТ, міне, яғни оның атомдар саны қанша уақыттың ішінде бөлінеді, соны. Өлшем бірлігі бізде беккерел болады екен. Түсінікті ғой, иә? Дәл осылай бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Ары қарай тағыдан нұсқатауда бар болады ядро физикаға.